Ассалаумағалейкум ағайын. Қош көрдік. Міне бүгін 5-ші күн. Жұма қабыл болсын, мүбәрәк болсын жұма. Бүгінгі біздің саналы өзгер таңғы сабағының 5-ші сабағы болып есептеледі. 5-ші сабақта біз деген қаржы басқару тақырыбында өтетін боламыз. Оның алдындағы бірінші сабақтарда біз не зат өттік? Адам нені қалайды деген тақырыпты өттік. Екінші сабақта ұзақ мерзімді өзгеріс, төртінші сабақта эмоция басқару, физикалық энергия деген сияқты міне 4 сабақ өттік. 5-шісі бүгін қаржыны басқару. Неге бұл өмірімізде маңызды бағыт? Расында егер де оны біз қадағаламасақ, өлшемесек, есептемесек, бұл бағытты біз бақылай алмаймыз, басқара алмаймыз. Сондықтан тікелей біздің бақытымызға, біздің мақсатымызға жетуге қаржы сауаттылығы, қаржыны басқару бағыты өте зор үлесін қосады. Сондықтан саналы адам болғандықтан біз саналы түрде өзгеріп, осы бағытты қолға алу керекпіз. Енді бұл тақырыпқа көшетін болсақ, ол өте өзекті мәселе, ол былай айтқанда ғылым жатқан. Оны мен қазір 15-20 минутте сізге толық ашып, жіліктеп, айтып, түсіндіріп бере алмаймын. Сондықтан бұл тақырыпты мен бөліп түсіндіретін ниетім бар. Сондықтан бүгінгі алғашқы тақырыбында мен ой өріс психология жағынан айтқым келеді. Себебі ең бастысы, осы негізгісі, ол адамның өзгеруі, ол оның ой өрісі, психологиясы. Неге адамдар бірден бай болып кетпейді? Неге бәрі қалайды, білет, табысын жинау керек, оннан бір бөлігін жинау керек деген сияқты жаңағыдай принциптерді білет, бірақ адамдар неге оны істемейді? Әрине оны түсінбегендіктен істейді. Егер де түсінсе, оны дағды ретінде қолданса, бойына дағды ретінде енгізсе, әрине бұл бағытта бізге жаңағыдай мәселеге айналдырмай жақсы реттеп кетуге болады. Сондықтан бірінші бүгінгі тақырып психология жағы. Табысты адам мен кедей адамның ой өрісі. Табысты адам мен кедей адамның ой өрісімен бөлісетін боламын. Және де ең басты адамның табысты болмауының себебі, адам айттық қой, бастапқы сабақтарда айттым, адам екі нәрсені қалайды. Бірі қиналмасам екен дейді, екіншісі бақытты болсам екен дейді, қуансам дейді. Міне табыс табу, оны үнемдеп жаңағыдай жинау, оны сақтап, сосын барып жаңағыдай көбейту деген сияқты, ол нені адамға әкеледі? Қиындық. Себебі біз шектелеміз. Тапқан ақшамызды жаңағыдай жаратпай, оны күнде есеп қисап жасап жаңағыдай жинау үшін бәрін есепке алу керек. Ал адамдар оны қиналғысы келмейді. Олар жаңа еңбекпен таптым ғой, неге оны мен өзіме жаратпасқа деп жаңағыдай жаратып қояды. Мынандай принцип бар. Қанша табыс көп келген сайын ол кетуге тырысады, сол табыс кетуге тырысады. Енді біздің мақсат осыны ұстап қалу керекпіз. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, біз тарихымызға үңілейік. Сенің тарихың. Жалпы адам осы дәрежеге қалай жетті? Осы біздің жаңағы қаржы сауаттылығымызға. Егер де тарихты алатын болсақ, біздің алдымыздағы үлкен буынды ағаларымыз, әке шешелеріміз, олар мысалы мен өзім жастық шағым кеңестің кезінде өтті, союздың кезінде бізді үкімет бақты, үкімет асырады. Ал жаңағы өз бетіңнен кәсіп бірдеңе жасайтын болсаң, ол кезде спекулянт деп жаңағында жүргізбейтін еді. Сондықтан біздің әке шешелерімізде, мен қатарлы буындағы замандастарымда бойларында осындай бір жаман сенім, наным, дағдылар қалыптасып қалды. Былай айтқанда кедейшілік, кедей ой өрістері біздің бойымызды билеп алған. Мысалы, союздың кезінде жаңағыдай кәсіп жасатпайды, сондықтан біз үкіметке қарап қалдық. Үкімет жаңағыдай оқыңдар, университетке түсіңдер, жаңағыдай жұмыс жасаңдар. Былай айтқанда ол құлдық санамен бізді не қылды, санамызды улады. Қазір заман басқа. Қазір әр адам толық өзіне жауапкершілік алып, табысын көбейту керек. Сондықтан қазіргі технология, қазіргі әрекетіміз мүлдем бөлек. Сондықтан біздің жаңағы әке шешелеріміздің
берген білімдері қазіргі таңда жарамайды. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, біздің миымызға программаны кім құйып жатыр? Жалпы біздің санамызға, біздің қаржы сауаттылық жағынан білімді қалай бізге ол білім келіп жатыр? Сәби дүниеге келгенде оның миы жаңа мына компьютердегі программа сияқты тап-таза, ешқандай программа жоқ, таза болады. Оған алғашында әрине ата-ананың тәрбиесі, ол қалай оған қандай сана, қандай құндылықтар құйды, соған байланысты. Мысалы, бала өсе келе жаңағындай бір қажеттіліктер туады, әке шешесінен сұрайды, маған велосипед алып бер, маған тағы бірдеңе алып бер. Әке шешесі басында жаңағындай алып береді, алып берем дейді, біреуін алып береді, екіншісін тағы бір кездері жаңағындай ақшаның жоқтығынан бір қиындық туғандықтан әке шешесі не істейді, баланы алдап бастайды жаңағындай. Алып берем дейді, бірақ ертең арғы күні бізде ақша жоқ, көріп отырсың ғой, бізде жетпейді, әйткен беткен деп жаңағыдай баланы алдастырып бастайды. Сөзіне тұрмайды, былай айтқандай алып берем деп алып, жаңағыдай уақытылы алып бермейді. Сосын сондай сенімдер. Одан бөлек жаңағыдай үйде шайдың үстінде, дастарханның үстінде андай көп жаман сенім нанымдар жөнінде бір әңгімелер кетеді. Жаңағыдай біздің айлықты көтермей жатыр, пособия осындай, неге бізге өстеді екен, тамақ қымбаттап жатыр, жоқ деген әңгімені не істейді, баланың миына құяды. Сонда бұл жерде кері жаңағындай бәрі өз қолымыздан келеді, табысты көтеру керек, бизнесті дамыту керек деген әңгіме емес, ол жақта жаңағындай кері сөздер кетеді, үкіметке қол жаятын әңгімелер кетеді. Біздің айлығымызды түсіріп жатыр, осындай, мындай, тамақ қымбаттап жатыр деген сияқты, былай айтқанда сыртқы факторларға байланысты екенін жаңағыдай не қылады да, өздерінің сондай әңгімелерімен баланың санасын байқаусыздан жаңағыдай кедейлік сенім нанымдарға апарады. Сосын оның үстінде жаңағыдай мынандай әңгімелер кетуі мүмкін. Ақша қолдың кірі, су сияқты жетпейді, саулып кетеді. Ақша маңызды емес, ақша деген ол арамдыққа апарады, байлар қуу деген сияқты. Сондай сенім нанымдарымен байқамай баланы улап алады миын. Енді ұстаздарды алсақ, ұстаздарда бізге қандай білім береді? Ұстаздарымыздың өздері былай қарасақ, әртүрлі бағытта ұстаз бар ғой. Мысалы, мектепте ұстаздар болады. Олардың енді өздері де зорға жүрген адамдар, айлықтары жаңағыдай әр кетсе 100 мың, 150 мың, өздері зорға күнелтіп жүрген жерде, оларда бізге қаржы жағынан отбасылық ақша, бизнестағы ақшаны қалай жоспарлау екенін ояқта үйретпейді. Сондықтан ұстаздардан да біз, мектептегі ұстаздан біз көп зат ала алмаймыз. Сондықтан бізге қосымша қапталдан өзіміз әр бағытымызда қаржы болсын, қарым-қатынас болсын, денсаулық болсын, тағы басқа бағыттарға бөлек біз ұстаз тауып, сол бағытта жетістігі бар ұстаздар тауып, солардан біз үйренуіміз керек. Жетістігі бар, ал жаңағыдай жетістігі жоқ, өзінің жағдайы жоқ, бірақ сені бірдеңе үйрететін болса, ол әрине сіз кері жаңағыдай дұрыс білім алмайсыңыз. Және де ұстаздан бөлек бізде қоғам болғанда, жаңа сіздің айналаңыздағы достарыңыз, көріп жатқан ақпарат, жаңағыдай телевизорде, ютубтан қарап жатқан түрлі негативтер не істейді, біздің миымызды, санамызды былай айтқанда улайды. Мысалы, біз қандай ақпарат қарап жатыр? Телевизорде мысалы көбіне жоқ, жаңағыдай кризис дейді, түрлі жаңағыдай атыс, соғыс, ұрлап кету, тағы бірдеңе, ұрлық деген сияқты сондай кері ақпараттар біздің миымызды улайды. Одан бөлек біз қандай кинолар қарап жатыр? Киноларда кино және мультфильмдер көп, былай айтқанда көбі кімдерге арналған? Кедей ой өрісті адамдарға арналған. Не үшін? Себебі кедейлер осындай киноларды ұнатады. Мысалы, жоқшылықта жүрген, былай қарапайым адамды келеді да, бір күні көп етіп бай болып кетеді. Сол адамдарға жағымды. Сосын оларда сен армандайтын бір жоқтан бір бай болып кетем деп. Ол өтірік қиялды. Мысалы айтарлық жаңағы Титаник деген кинода бір кедей бала далада жүрген, қарт ойнап, билет тұтып алады, үлкен круизге, қайыққа. Сол жерде жүріп, жаңағы бай адамды
режиссер қалай көрсеткен, жаман, қу, арам жаңағыдай сөйтіп көрсеткен. Соның бір бай адамның шаршап кеткен қызы байлықтан барады да кедей баланы ұнатып қалады, жаңағыдай түрлі былай айтқанда түкіріп үйретеді жаңағыдай, білмеймін, әйтеуір жаңағыдай байлық деген жаман деген сияқты сезімдермен жаңағыдай кедейді не істейді, кедейді ақ көңіл жаңағыдай күшті қылып көрсетеді, а байларды қу қылып көрсетеді. Сөйтіп адам байқаусыздан жаңағы санасы не істейді, байлықтан ішкі сезімі байлықтан қашады, бірақ санасымен түсінеді, ол табысты болса мен дейтін отбасымды асырай аламын, балама дұрыс жаңағыдай сапалы білім бере аламын, әке шешемді демалтамын деген сияқты, жаңағыдай қараса аламын деген сияқты, қайырымдылық жасаймын деген сияқты сенімдер болар еді, егерде ол дұрыс түсінсе. Ал бұл жерде біз ішкі сезімімізді улап тастаған, жаңағындай сана сенім нанымдарымыз уланған біздің. Жаңағыдай бай болу өте жаман, ол дейтін жаңағыдай зұлым адамдардікі, көре алмайтын жаңағы арам адамдар бай деп біздің ішімізде қалыптасып қалған, бірақ оны біз сезінбейміз көбінде. Сондықтан қоғамдағы жаңағы білімді біз не істеуіміз керек, экология впечатленияны тазарту керек біз. Және де біздің достарымызға да байланысты. Достарымыз егер де жаңағыдай ақша үнемдеуді білмесе, оларда жаңағыдай тек тапқан әке шешесінен алған ақшаны жаратып үйренетін болса, жаңағы күнде жаратқыш болса, біз де сол достарымызға қарап не істейміз, жаңағыдай тапқан ақшамызды сауып бойымызда жинау деген сияқты, есептеу деген сияқты дағдылар болмайды. Міне осы күнге дейін көп адамдарда, қателеспесем 70% адам осылай келеді, жаңағыдай уланып келеді. Енді ар жағында 20% адамдарда кішігірім жаңағыдай бір қалыпты, жаңағыдай қатты кедей емес, орташа. Ал 10% адамдар, олар бір табиғатында бар, мүмкін әке шешелер жаңағыдай дұрыс дағдыларды бойларына сіңдірген, жаңағыдай есеп қисап, жаңағыдай ақшаны жинау деген сияқты ондай отбасылар да бар, бірақ өкінішке орай ондай отбасылар аз, бірақ бар. Сол адамдардың балдары былай айтқанда жақсы табысты болып кетеді. Енді ары қарай ақша сен үшін нені білдіреді? Біз осыны анықтауымыз керек. Біздің ішкі жаңағы уланған кері нанымдарымызды не істеуіміз керек? Сыртқа шығарып жазуымыз керек, оларды жоққа шығаруымыз керек. Сондықтан ақша сен үшін нені білдіреді? Жазып көру, ақша сен үшін не білдіреді? Кедей ой өрісінде ақша оларға осындай түсінік береді. Мысалы, көп адамдар бай болғысы келеді, бірақ ішкі сенімі мынандай. Мысалы, былай айтады, ақша мен үшін маңызды емес дейді. Мен үшін адалдық, ар, намыс дейді. Енді сондай неге адам былай айтқанда табысты болып және ар намысын таза ұстай алмайды деген сенім ба? Жоқ. Былай айтқанда табысты адам да ешкімнен жаңағыдай қарызды болмай, ешкімді алдап, арбап жүрмей жақсы өмір сүре алады. Қайта табысты болу керек біз деген қайта қоғамға көмектесуіміз керек. Ал жаңағы мына сенімдер дұрыс емес. Ақша мен үшін маңызды емес дейді. Бірақ сенің балаң ауырып қалсыншы, саған ешкім келіп жаңағыдай сен жақсы адам екенсің деп саған ешкім ақша бермейді. Сондықтан бұндай кері нанымдардан құтылуымыз керек тезірек. Сосын ақша зұлым дейді, жаңағы кинолардан тойып алған, бай болсаң ертең атып кетеді, тағы бірдеңе болып кетеді деген сияқты түрлі осындай сенім нанымдар бар. Сосын тағы мен өзім кезінде осыған сенгенмін. Қарыз алда қатын ал, қатының қалар жаныңда деп. Кезінде өзімде жас кезімде жалпы ақша болды, жұмысым жақсы болды. Кішігірім бір алдын ала дайындалып 5-6 ай күтсем, мен ақша былай қарызсыз тойымды өткізетін едім. Бірақ 2005 жыл қандай кез болды? Кредиттің кәдімгі үйіп беріп жатқан кез болды. Сол кезде мен қиналмай кредит ала қойын дедім да, сөйтіп тойым жасап жіберейін, ешкімнен жаңағы қарыз сұрамай деп, өз тойымды кредит алып, ешкімнен ақша сұрамай, тумаластарға жалынбай, өзім үйлендім, өзім жағдайым жасадым, көлікті де сол кезде жаңағыдай кредитке ала салдым. Бірақ арты қалай болды? Жаңағы үйленгеннен кейін сол сәттерде жаңағыдай бақытыңды сезініп, келіншегіңмен қыдырып, жақсы сый етіп, жаңағыдай сондай болудың орнына мен қандай жағдайға түсіп қалдым? Баста кредит көп, тапқаныңды жаңағыдай бір қыдырысқа жарата алмайсың. Кредит төлегеннен кейін мүлдем ақша қалмайды.
қазір маған біреу соғып жатыр, кешірерсіз. Так, мен онда безука қойып қояйын да. Безука қойып қояйын, ұмытып кетіппін. Так, оны самолетке қойып қоямыз. Самолетке қойдық. Так, енді мынаған кіреміз. Так, ой өрістегі атық. Так, жалғастырамыз. Жаңағы кредитке кіріп, содан кейін жаңағы ақшаның жетіспеулігінен қиналып қалған кездер болды. Негізі сол кезде дұрыс ой өріс болса, жаңағыдай қарызға батпай-ақ та былай ақшаны жинап, кішігірім жоспарлап алдын ала үйленгенде ондай қиналыс болмас еді. Кейін жаңа бала болғаннан кейін де оның жаңағыдай қажеттіліктеріне ақшаңды жеткізе алмай қиналған кездер болды. Сондықтан дұрыс ой өріс болу керек бізде. Осы жаңағы халықтың арасында айтылып қалған осындай сөздер, жаңа қарыз алда қатын ал, қатының қалар жаныңда деген сияқты ұғымдар, олар жастарға қандай сезім береді? Әке-шешемде болмаса да кредит алып үйлене салайын, любой уақыт келін алып келіп дейді. Ешқандай жоспар жоқ, сөйтіп үйін істейді, қарызға кіргізеді, сөйтіп қарызға батып жаңағыдай бақытты өмір сүрудің орнына жаңағыдай қиыншылықта, ұрыс керіс, соның барлығы ажырасуға дейін алып барады. Сондықтан дұрыс сенім нанымда болуымыз керек. Және де ақша қолдың кірі дейді. Жаңағыдай ақшаны дұрыс жаратпағандықтан, жаңағыдай күнде түрлі затқа тапқан ақшаны бәрін жаратып алғаннан кейін, ол жауапкершілікті жаңағыдай сыртқа, басқа факторларға сырт тастайды. Жаңағыдай ақша деген сондай бір зат дейді да, жаңағыдай қолыңда тұрмайтын зат деп, жаңағыдай оны адам басқара алады деген ниеттен бөлек та, ол былай айтқанда сыртқа итеріп жібереді. Жоқ, адам егерде дұрыстап бағыт бағдарын жайлап, жаңағыдай жоспарлап, оны реттеп жарататын болса, оны қолға алуға болады. Бірақ олардың жаңағыдай сенім нанымда сондай ақша су, ақша қолдың кірі дейді, алсаң сауып қоясың деген сияқты сенімдерде. Сосын және де көп айтылатын сөз, мұрның барда бір сіңгір дейді ғой, жаңағыдай айлық алда жаңа бәрін жаратып таста деген мағына ғой. Жас кезіңде тойлап қалмайсың ба деген сияқты. Сондықтан бұндай сіздің бойыңызда егерде осындай сенім нанымдар жасырынды жүрген болса, соны қағазға жазыңда, соны жоққа шығарың. Кері пайдалы нанымдарды бойыңызға сіңдірің. Себебі осы жаңа кері жаман сіздің нанымдарыңыз сізді байлыққа емес, кедейлікке апарады. Сондықтан саналы түрде біз нанымдарымызды өзгерту керекпіз. Так, ары қарай жалғасамыз. Табысты адамның ой өрісі қандай? Мысалы, табысты адамдардың ой өрісі, табыс ол бостандық дейді. Расында сізде жақсы табысты болсаңыз, сіз қалаған уақытыңызда, мысалы, өзіңіздің қалаған мақсатыңызды, ниетіңізді орындасаңыз болады. Мысалы, қыдыруға бір жерге, бір ауырып қалған жағдайда, мысалы, уақытыңмен емделіп, жаңағыдай үкіметке қол жаймай, сіз қалаған уақытыңызда өзіңіздің қалаған тірліктеріңізді істеп бастайсыңыз. Тағы қандай түсінік бар? Қауіпсіздік. Әрине, сізде ақша болса, сіз қауіпсіздікте боласыз. Олардың түсінігі сондай, жаңағыдай табысты адамдардың қауіпсіздік. Мысалы, олар жаңағыдай қауіпсіздікте, мысалы, денсаулығының қауіпін бәрін алдын ала шешіп тастай алады. Және де ақша деген тәуелсіздік. Сіз ешкімге тәуелді болмайсыңыз. Жаңағыдай жұмыстағы бастығыңызға немесе біреуден қарыз алып, біреуден соған тәуелді болып, біреудің көмегіне жүгініп, жоқ, сізде табысты болғаннан кейін сіз тәуелсізсіз. Былай айтқанда, табыс сізді тәуелсіздікке шығарады. Міне сондай түсініктер болады оларда. Және де табысты адамның ой өрісінде қайырымдылық деген бар. Мысалы, олар қайырымдылық жасай алады. Табысы бар, ол қайырымдылық бере алады. Былай айтқанда, үлкен табысты адамдар, олар үлкен ауқымды қайырымдылықтар жасай алады. Мысалы, медресе, мешіт салады, жол салу деген сияқты. Немесе бір үлкен бір проекттарда, мысалы, өзіңнің көшең немесе бір жолы жоқ, мысалы, қара жол болса, соған бір табысты адам істей алады, өз атынан бір жол салып бере алады, мысалы. Түрлі бір нелер жасауға, қайырымдылықтар жасауға. Және табысты адамның ой өрісінде тағы сый құрмет деген болады. Әрине, табысты болсаң, сен сый құрметті боласың. Сен тумаластарыңа көмектесе аласың. Және де сол көмектің арқасында, былай айтқанда, сен сыйлы боласың.
және табысты адам табысты былай айтқанда мүмкіндік ретінде көреді. Сізде түрлі мүмкіндіктер ашылады. Табыс тұлғасын түрлі проекттермен айналыссаңыз болады. Және де денсаулық, басты мәселе денсаулық. Табыс бізде не істейді? Денсаулығымызға да үлкен үлесі бар. Сондықтан ой өрісімізді біз деген дұрыс бағытқа, дұрыс нанымдарды ойымызға сіңдіруіміз керек. Әрі қарай ақша мақсатыңа жетуге себепші құрал. Осылай түсіну керек. Ақшаны мақсат қылмау керек. Мен ақша осындай миллион тапсам, жаңағыдай мен ақшаны мақсат етпеу керек. Ақша сіздің мақсатыңызға апаратын себепші құрал ол. Сіздің мақсатыңыз қандай болуы мүмкін? Мысалы, сіз деген бір көлік алғыңыз келеді. Сіздің мақсат ақша емес, сіз көлік алғыңыз келеді. Сол көлікті алу үшін сізге себепші не? Ақша. Сондықтан оны үнемдеу керек. Жаңағыдай баспана алсаңыз да, үй алсаңыз да сондай жаңағыдай. Ол сізді үй алуға себепші құрал. Және де денсаулығыңызды жақсартқыңыз келеді. Мысалы, сіздің мақсат денсаулығыңызды жақсарту. Оған мысалы осындай қомақты ақша керек. Сол мақсатыңызға жетуге апаратын құрал. Сондықтан ол ақшаға қатты көңіл бөлу керек, есептеу керек, жоспарлау керек. Сіз көп уақыт нені ойлайсыз, сол адам боласыңыз. Осыған дұрыстап ойлап, осы сөзге терең ойланатын болсақ, расында осылай. Сіз көп уақыт нені ойлайсыз, сол адам боласыз. Неге? Адамдар көбіне жоқпен ойлайды. Көшеде кетіп бара жатырып, жаңағыдай, менде ақшам тағы жетпей жатыр, неге жетпейді, тамақ қымбаттап жатыр, тағы да не, үйім көнерді, жоқ, анаған жетпейді деген сияқты ой өрістен біз не істейміз? Сондай кедейлік сезімде боламыз. Мысалы, өткен тақырыптарда айттым ғой, ми деген Google-дың жаңағындай несі сияқты запрос жасаймыз ғой, сол сияқты миға сіз қандай сұрақ бересіңіз, сондай жауабын береді сізге. Жоқ деген, неге жетпейді деген сұрақ берсеңіз, ол сізге сондай жауап береді. Себеп сенің бойыңда жаңағындай ақша жинау нең жоқ, әдетің жоқ деген сияқты. Себеп сен оқымағансың, себеп сен еріншексің деген сияқты жауап келеді. Сосын ол жауапты алғаннан кейін адам не істейді? Жаман сезімде болады. Сондықтан жоқпен емес, бармен ойлап үйрену керек. Бар. Неге менің табысым күннен күнге өсіп келеді? Неге менің жолым болғыш? Неге менің кәсібім жақсы дамып келе жатыр? Осындай жақсы сөздерді айту керек. Басты мәселе құндылық пен нанымда. Расында солай. Егер де сіз құндылығыңызды өзгертпесеңіз, басыңыздағы нанымдарыңызды, сіз ешқашан байымайсыңыз. Оның алдындағы жаңағыдай сіздің кері нанымдарыңызбен жүре беретін болсаңыз, ол сізге табысты болу жолыңызда не болып тұрады? Кедергі болып тұрады. Сондықтан біз деген жақсы нанымдарды бойымызға сіңдіру керекпіз. Ол тек сіңдіріп қоймай, оған амал ету керек. Оны әдетке, дағдыға айналдыруымыз керек. Жаңағы жоспарлау деген сияқты. Жалпы бұл тақырып біз қазір мышление дейді ғой, мышление богатого и бедного человека. Бай мен кедей адамның ой өрісі. Бұл айтқан психологияны зерттеп жатырық. Енді бұдан кейінгі тақырыптарда біз деген қарыздан қалай шығу керек, шығысты қалай қысқарту керек, және де жоспарлау деген сияқты тәсіл, сосын қалай кірісті көбейту керек, және де оның жолы бар, кірісті көбейтудің жолдары бар. Мысалы, шеберлікті арттыру, бойыңызда егер де экспертіңіз болмаса, және де стратегия деген сияқты тақырыптарды, алдағы тақырыптарды бөліп осы видеоға салатын боламын. Дұрыс нанымды жақсарту үшін әрине бізде стандартымызды көбейту керек. Бұрынғы жаңағындай ой өріспен жүре беретін болсақ, біздің табысымыз да, дәрежеміз де сондай болады. Сондықтан саналы түрде былай айтқанда қалауымызды, былай айтқанда стандартымызды өсіруіміз керек. Үй жұмысын берейін мен сізге енді. Үй жұмысында кішірейтейін. Үй жұмысы. Сіздің шектеуші нанымдарыңызды бір парақшаға алып жазыңыз. Сол жағына. Қандай сізде шектеуші нанымдар бар? Мысалы, жаңағыдай ақша қолдың кірі деген сияқты, тағы басқа
қандай кері сенім нанымдарыңыз бар, соларды жазыңыз. Және де оларды жоққа шығарып кері дәлел табыңыз. Жаңағы ақша қолдың кірі деген сияқты, мен ақшаны басқара алмаймын деген сияқты, неге сіз не істеуіңіз керек? Басқа дәлел табуыңыз керек. Мысалы, неге мен басқара алмаймын? Басқа адамдар басқарып жатыр ғой. Адамның істегенін адам істей алады. Ол үшін мен күнде не істеуім керек? Жаңағыдай жолын біліп алып, соны күнде амал ететін болсам, жаңағыдай табысты алмай тұрып жоспарлаймын. Және де оны жаңағыдай шығыстарымды күнде қадағалап жазып жүремін. Кешке анализ жасайтын болсам, мен жаңағыдай табысты адам бола аламын деп, жаңағыдай ақша қолдың кірі деген сияқты кері нанымды жоққа шығарасыңыз. Сөйтіп бәрін жазыңыз, оны жоққа шығардыңыз. Және ақпарат экологиясын таза ұстаңыз. Ол дегеніміз не? Ақша экологиясы бізде деген ақпарат түрлі жақтан келіп жатыр ғой, жаңағыдай. Телевизорде негативтер, жаңағыдай кедейдің ой өрістерін бізге миымызға құйып жатыр. Қарап жатқан киномыз, кино қарардың алдында сіз деген бұл не жайында? Соны қарап алыңыз. Егер де ол сіздің жаңағыдай кедейлік ой өріс сіздің миыңызға құятын болса, онда қарамаңыз да пайдалы кино қараңыз. Қазір былай айтқанда жақсы күшті кинолар бар, осы қаржы сауаттылық жағында, соларды қараңыз. Қазір мен осы видеоның аяғында мен сізге айтып кетемін. Соларды қараңыз. Жаңағы ақпараттың бәрін тоқтатыңыз. Жаңа YouTube, Instagram, WhatsApp'тан келетін түрлі жаңағыдай кері ақпараттар, жаңа авария, соғыс, зорлау деген сияқты жаман жаңа прикол, мәні жоқ прикол деген сияқты заттарды тоқтатыңыз. Саналы түрде сізде маңызды бағыттарыңыз бар ғой, жаңа қаржы сауаттылығы, жаңағыдай қарым-қатынас, денсаулық, өте көп, енді бала тәрбиесі деген сияқты. Міне сол бағыттарды саналы түрде өзіңіз алдын ала қандай кітап оқитыныңызды, қандай ұстаздан білім алатыныңызды, қандай тренингті қарайтыныңызды, қандай видеоролик қарайтыныңызды алдын ала былай айтқанда ссылкаларын алып алыңыз да өзіңіздің күнтізбеңізге жазып қойыңыз. Қай кезде соны қара аласыңыз. Тек үңіле бермеңіз. Уақыт белгілеп, сол уақытқа қойып, сол уақытта жаңа керек бағытыңыздағы киноны немесе кітапты оқыңыз. Сол кезде сізде былай айтқанда экология впечатлениеңіз тазалады. Қазіргі таңда барлық канал жауып тастаңыз. Керек емес жаңағыдай телевизор, басқа пайдасы жоқ видеороликтерді. Саналы түрде өмірді өзгертіңдер. Саналы түрде өзіңізге миыңызға не кіріп жатыр. Жаңа тамақ жегенде әртүрлі жаңағыдай лас, ашып кеткен заттарды жемейміз ғой. Біз жаңағыдай жуып, тазалап, жаңағыдай срогы бар жақсы астардан ішеміз. Сол сияқты біздің миға да таза, пайдалы бізге ақпаратты қарау керек, біз үйренуіміз керек. Және де пайдалы білім алыңыздар. Пайдалы дегеніміз жаңа айтып отқандай, өзіңіздің әр бағытыңызға пайда беретін білімдерді саналы түрде таңдап, соларды қараңыз. Енді ұсынатын білім каналдары, қазір енді біз дейтін 3 бағытпен аламыз ғой. Бірі кітаппен, екіншісі аудио, үшіншісі видео да. Осы каналдарда біз не істеуіміз керек? Жаңа 4-ші бағыты бар, ол жаңағыдай тренингті, ұстаздық, наставничество дейді ғой, коуч. Ол бағытта да ең тез болатын бағыт сол, жалпы сізді тікелей жаңағыдай өзіңіздің қалаған нәтижеңізге апаратын. Бірақ әрине оған көп ақша кетеді жалпы. Міне қараңыз, мен сізге ұсынатын видеом Никита Непряхин деген бизнес тренер бар, ресейлік. Соның өкінішке орай орысша, бізде қазақта ондай әлі проект ашылған жоқ. Алдағы уақытта Алла бұйырса болып қалар. Біздің де осы проекттен қолдарымыз босап жатса, мүмкін осындай проекттерді алдағы уақытта бізде түсірерміз. Жалпы кризисный менеджер деген Никита Непряхин әдемі түсірген. Бұл видео не жайында? Бұл видеода сондай, былай айтқанда шоу сияқты программа. Адамдарға былай айтқанда оларға адамдар ұсыныс келеді адамдардан. Жаңағыдай менің отбасылық қаржы жоспарлау дағдысын реттеп беріңізші деп. Сөйтіп жаңағыдай кім Никита Непряхин не істейді? Оператормен барып жаңағы үйіне барады. Үйінен кірген бойдан табалдырықтан жаңағы үйіндегі керек емес алып жатқан дүнияларын бәрін шығарып береді. Сіз не затқа артық салып жатсыңыз, не затқа дұрыс салу керек деген сияқты, жарату керек деген сияқты барлық нелерін шығарып береді. Мысалы қолданбайтын түрлі жаңағыдай электротехникалар, бірнеше жаңағыдай
дрелдер, бірнеше жаңағыдай плойка, қолданбайтын түрлі пәле үтіктер, және кіреберісте бірнеше ботинкелер тұр, неше жылдан бері кимейтін. Әйелінің жаңағыдай шкафын ашатын болсаң, 30 шақты футболка тұр, оның екеуін ақ киеді, қалғанын кимейді. Міне сондай біздің жаман әдеттерімізге байланысты жаңағыдай біз аламыз, бірақ кимей тастайтын киімдеріміз көп. Бір техникаға қызығып аламыз, ол қолданбай жаңа үйде жатады шаң-шаң болып. Соның кесірінен біз жаңағыдай табысты бола алмаймыз. Міне сол жаман әдеттерді жаңағы Никита Непряхин әдемі көрсетіп береді. Холодильнигін ашады, тамақтары, астары қалай болсын, ауыздары жабылмаған, адамның денсаулығын құртатын түрлі кәмпиттер, жаңағыдай тәтті заттар, солардың барлығын көрсетіп береді. Мынау сіздің артық, сіздің денсаулығыңызға да пайда жоқ, сіздің табысыңызға да кері әсерін әкелетін осындай өнімдер деп бәрін көрсетіп береді. Және де екеуін былай айтқанда сараптайды. Екеуін магазинге жібереді, бір апталық тамақ алың деп. Олар барады да қажеті жоқ жаңағыдай тамақтарды әкеледі. Сосын көрдіңіз, сіздің бойыңызда жаман әдетіңіз бар. Міне осы жаман әдеттен айырылмайынша сіз табысқа шықпайсыңыз. Сондықтан сіз өзіңізге міне осындай пайдалы әдеттерді бойыңызға сіңдірің деп жаңағыдай әдемілеп жоспарлап береді. Сосын қосымша табыстарды қалай табуға болатынын көрсетеді. Мысалы, олар үкімет жұмысында болса, басқа бір жұмыстарда, соларға қалай табысын өсіруге болатын тәсілдерді көрсетіп береді. Мысалы, жаңағы жұмыстан кейін жолдасы, мысалы қарасаңыз, екі ерлі зайыпты бір жолдасында жұмыс жасайды, жұмыстан кейін ода уақыт бос не істейді, жаңағыдай видео қарап отырады, сотка қарайды. Сосын қосымша табыс ретінде Никита оған мынандай ұсыныс береді. Сенің қолыңнан не келеді? Ол айтады, мен қолымнан мынандай шкаф жасай аламын, сантехника жасай аламын, тағы басқа көп өнерлер бар екен. Ондай болатын болса, неге сен қосымша табыс таппасқа? 5-6 күн демалысың бар да, 2 күнде табыс таба аласың. Және де кешкі жаңағыдай 12-ге дейін тағы сұраныстар болса, жұмыстан кейін барып жасап кетсең болады деп, жаңа не істейді? Спецовка сатып алады. Үйінде құралы бар екен, андай дипломат, түрлі жаңағыдай инструменттері бар. Сонымен не істейді? Жарнама береді. Жарнама береді да, сосын жаңағыдай әр подъездердің алдына не істейді? Кіреберістерге мынандай қағаздар іліп келеді. Сантехникалық жұмысты жасаймын деген сияқты телефон номерімен. Сөйтіп жаңағы адамға сұраныстар келе бастайды. Жұмыстан кейін жаңағыдай бос уақытын өткізгенше қосымша жаңағыдай табыс тауып бастайды. Суббота, воскресенье жаңағыдай қосымша табыстарын тауып бастайды. Сөйтіп олар жаңағыдай қойған финансовый мақсатына жетіп бастайды. Міне өте жақсы видео. Және де мына ой өрісті өзгерту үшін секрет деген жақсы не бар? Документальный фильм. Соңында қараңыз. Адам не ойлайды, сол болады. Мысли материальный дейді. Міне осы бағытта өте жақсы көрсетілген осы секрет деген документальный фильм. Осыны қараңыз. Сосын кітаптардың ішінде мына қаржы сауаттылығынан кітап енді өте көп. Интернетке жазсаңыз шығады. Бірақ ең былай айтқанда өзім оқыған маңыздылары бай әке, кедей әке. Бұл жерде жалпы кедей мен байдың ой өрістері қандай болады, соны көрсетіп береді. Жаңа Роберт Кийосаки өзінің екі әкесі болады. Бай әке өзінің жаңағыдай досының әкесі, кедей әке өзінің әкесі. Ол да үлкен тұлға болады, жаңағыдай үкіметтің лауазымында жаңағыдай. Бірақ олар пенсияға қарап қалады, соңында кедей болады. Жаңағыдай досының әкесі не істейді? Ол тапқан табысын не істейді? Дұрыс инвестицияға салады. Пассивный доход келетінге салады. Жаңағыдай активті еңбегімен емес, ол жаңағыдай жұмыртқа келуге не істейді? Тауықтар алады, тауық оған жұмыртқа алып келеді. Міне осындай өте күшті тәсілдерді, жаңағыдай ой өрісіңізді өзгертетін кітап. Және оның екінші кітабы «Квадрант денежного потока» өте мықты. Бұл жерде де адамды 4 категорияға бөледі. Жаңағыдай жалдамалы жұмысшы, кәсіпкер, ол сол бетіндегі. Оң беті өте жақсы. Ол жерде табысты болудың оң жақ беті ол бизнес және инвестор. Және бизнес пен инвесторға қалай өтіп кету керек жалдамалы жұмысшыдан, немесе кәсіпкерліктен, сол бағыттарды ашып айтылады осы кітапта. Осы кітаптарды оқу арқылы біз өзіміздің былай айтқанда бағыт-бағдарымызды түсіне бастаймыз. Ой өрісіміз өзгерсе, біздің өміріміз де өзгереді. Және де маған үлкен әсерін тигізген «Путь к финансовой независимости» Бодо Шефердің кітабы, және тағы «Money» деген кітап бар. Оны балдарыңызға оқытсаңыз болады. Қалай ит
жаңағы ит сөйлейтін ит болады, жаңағыдай ол өте сауатты ит, жаңағыдай қызға не істейді, қаржы бағытында жақсы кеңестер беріп жатады. Сөйтіп ана қызға жақсы идея беру арқылы ол табысын көбейтеді, ол балаға жақсы ой өрісін өзгертуге. Сондықтан тек балаға емес, үлкен азаматтарға да өте жақсы кітап. Тағы айта беретін болсақ көп. «Думай и богатей» деген кітап бар, былай айтқанда ой өрісті өзгертетін. Наполеон Хиллдің. Міне осындай кітаптарды оқыңыз, сіздің ой өрісіңіз өзгереді. Ой өріс өзгергеннен кейін бар, біз не істейміз? Стратегия, технология, соларға көшетін боламыз, дағдыға айналдыратын боламыз. Енді бұйырса келесі сабақтарда мен сіздермен жаңағы бөліп түсіндіремін, әрқайсысын. Жаңағы қарыздан қалай құтылу керек, қалай сақтау керек, шығысты қалай қысқарту керек, қалай жоспарлау керек, оны қалай көбейту керек деген сияқты тақырыптарды алла бұйыртса келесі сабақтарда өтетін боламыз. Алла тағаламызға нұр шашсын, үйіңізде амандық болсын, тек осылай білім алып жүре берейік. Осымен достар, бүгінгі сабақ аяқталды. Жаңағы үй жұмысы бойынша істеңіз, әрине нәтиже болады. Ізденген жетер мұратқа, асыққан қалар ұятқа деген сияқты. Іздену керек, талпыну керек, еңбектену керек. Егер де қаржы бағытындағы сауаттылығымызды, өмірімізді қолға алмайтын болсақ, әрине біз табысқа жете алмаймыз. Сондықтан дұрыс білім алып, сенім нанымдарымызды өзгертіп, дұрыс пайдалы сенім нанымды енгізіп, оны не істеу керек? Оған амал ету керек, әдетке, дағдыға айналдыру керек. Сол әдет дағды бізді не істейді? Табыс қалып келеді. Достар, жақсы, рахмет осы соңына дейін қарағандарыңызға. Сізге егер де пайдам тиіп жатса, мен өте қуанышты боламын. Ары қарай жұмыс жасауға менің былай айтқанда мотивациям күшейеді. Сондықтан осы видеоның астына шамаңыз келгенше өзіңіздің ой пікірлеріңізді, ұсыныстарыңыз болса, ұсыныстарыңызды жазсаңыз, мен сол ұсыныстарға қарай бағыт бағдар алып соған жұмыстанатын боламын. Көріскенше достар.